Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге келету барнас әдеттегідей. Короче, міне Чернатан адамы бізде видеоның тақырыбында көріп тұрғандарында Чернатан адамымен, бірге бір 2-2 шығатын болды. Өздері 2-2 деп айттық. И өздері 2-2 деп тоже айтты. Біз ол баланы, каткада тауып алдық. Мына жерде мен басына берген болатын, бірақ видео түсіре алмай қалдым. Қазір екеуін өлтіремін деген ойдам. Бұл видеоны мен түсіріп алдым да, и кейін барып озвучка жасап, монтаж жасап, в общем, қосып отырмын. Зажим сила дейтіндер болса ренжімеңдер, өйткені бұлар енді чернотаң адамдары. Өйткені қазір чернотадан өйткені шығып кетті, біраз болды, өзі шығып кеткен. Орыс екен, орысша сөйлесіп там сөйлесіп біраз әңгіме айттық, осындай әңгімелерді айттық. И ол штаны ангела, ол треш жерден штаны ангеланы 400 мың теңгеге сатып алған баланы білесіңдер ма? Осы бала ғой, штаны ангеланы 400 мың теңге сатып алған бала. Сендер штаны ангеланы 400 мың теңге сатып алатын бедіңдер, қалай ойлайсыңдар? Айтып комментарий жазуды ұмытпаңдар. Біз ұттық па ұтылдық па, катканың соңына дейін қарап тастаңдар. Нормальный катка болды, бізде қызықты, әрі хедшотқа толы десем де болады. Штаны ангелмен бірге бірде атысқан видеолардың тұр мына жерде. Екеуі жабылғанда отқан видеолар да бар, олар отқанда бар, олар хедшот бергенде бар, барлығы бар. Так что видео лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Оппаны осы жерде қара кулакпен бір тигіздім. Екінші рет тигізе алмай қалам ба деп қорқып, еще зажимать етіп отырсың ғой. Қорқып біттім шешім. Нормально еще екеуі де жақсатса да, ана екеуінде ше. Біреу чернотауы көрдіңдер ғой, штаны ангеланың басында тағы көрсем атсақаның батысында. Ендеше кеттік. Еще достар бүйтіп қоямыз ғой, атсаққан кезде зажимать етіпса оту керекпіз бізге. Контент керек, анау деп жатырмын. И мына жерде дурекордер басылып қалды сразу ше. Менде видеоны бастап мына дурекордер кетіріп істейін ба деген. И анаған уж хедшот беріп тастаған ана қасындағы бала, ол да тоже чернотаң адам. Ол екеуі бірге гильдиядан шығып кетті, өздері айтты. Оның каналы бар, кстати. Бірақ қандай, міне штаны ангела көріп тұрсыңдар ғой, чисто арқамнан атып кетті, просто артынан келді, тупо атты. Осылай гүлвер қойды, еще эмоция покажу. Катка басталмай тұрып, өздері без зажим ойнаймыз, анау мынау деді. Тоже мен де айттым, без зажим. И бірге бір осы жерде бірге бір отырып тұрды, бірге бір шығайық, анау мынау деді. 2-2 болса 2-2. Маған бәрібір дедім, басында айтқан бәрібір деп. Аттық екенбіз. Зажим силады, зажимать етіп до конца атып тұрып тура сөйтіп атысу керек болды, себебі маған ұту керек болды да, прям ше. Мына стенка басылмай қалды еще. Как всегда басылмай қалды еще атып атсам. Бүйтіп мансабайт етіп кішкене бүйтіп тығылып атысу керек болды. Атау дейтін ана мені атып тастайтын сияқты болды да, қорқып жүрсің ғой. Ол да зажимать етіп жатыр. Басыма берді уже. Менде стенка қоймай қалды. Басыма берген соң раш етіп жатыр да. И менде ақылдым ғой, стенканы бүйтіп через стенкаларды қойып қашып жүрсің ғой. Бас істейді уже. Бүйтіп. Анау да денеме зажимать еткіш жоқ, басыма атқысы келіп жатыр. Оны мен зажимать етіп жатырмын. Примерно аз екен білдім қыпса, бірақ зажимать етуге дәтім бармады. Қазір көресіңдер ғой, стенкасын сындырдым, қыпса аз екен білдім. Өзімде еще қыпас емделіп аласың, жайлап өйстіп тұрдым да, жыным шықты да басына беріп тастадым. Эмоция жасамаймын мен, сосын жатқыздым да, эмоция жасамам, просто ананы құлатып тастады. Еще оны добить етіп жатыр да, қараңдар, қазір добить етеді. Сосын мен добить етіп тастадым менде тоже. И анамен атысуға тура келді. Қараңдар, стенка сәлден кейін қойылып, менде пинг уж қараңдар 200-300-400-ге шықты да. Менде стенка кеш қойылып аққан кесір солдан болып отырды да. А так стенка нормально қоямын, по идее. Арзаптар кедергі ете ма, білмеймін. Кедергі етпейді, бірақ папка басылмайды ғой. Соның өзінде білмеймін. Өлші дегілме хедшот беретін адам сияқты тұрып атып қоямын. Тупо бір. Оппана деп аттым. Оса бардым. Ол да дробаш зажимать етіп жіберіп жатыр да. Еще ол қатты тема көп тиіп жатыр да. Қараңдар, денеме тиіп кетіп жатыр. Тығылып емделем ба десем, жаныма қарап тұр екен. Зонадан өліп қалдым, бірақ атамай қалды. Маған жақсы болды, 20 хап кетті.
жол болгуш. Короче, достор, осы жерде мен бардым да штан Ангеланы шақырдым, бірге бір атсақ дедім. Ол Макомен атысқысы келді. Мен Макомен атыспайсың, менімен атысасың, бері кел дедім. Сосын бардым да Маконы кете бер, сен мен мынамен атысам дедім. Одан кейін бір тычка бердім, еще зажмен. Ол да мені зажимать етті. Стенка қойдым, стенка қойылмай кетті. Жыным шықты. Одан кейін жыным тұрды, басына беріп жедім. Ар жақтан мен жыным шығарып басыма менің де беріп жеді, сырттай аралмен. Яғни диглмен еще добить етеді, ол жаман қатты добить етті. Макоға менің килім добить етті. Давай, давай, сол кезде бірге бір атыс оңай болады саған дедім. Сөйтіп добить ете алмай ол қиналды. Сөйтіп добить ет дедім, тағы да айналып добить ет дедім. Анау көтеруге тырысты, көтерді еще. Одан кейін айттым Макоға, енді саған қиын болады, зажимать ет давай дедім. Зажимать етті, ол зажимать етті. Осылай зажимать етті, зажимать етем деп басына беріп жеді. Одан кейін барды да басына берген пайдаланып зажимать етем деді. Мына жақтан шықты, ол тағы да зажимать ет дедім. Ол зажимать етіп бронясын Маконың тез шірейін деді. Стенка қойды. Мако қай-қай қойған стенканы білмейді. Тағы да зажимать етті. Құлады. Құлаған кезде мына жақтан штан Ангела М5-пен басына беріп жеді. Оны күтіп тұрған штан Ангеланың кесірі. Короче, бізде осы жерге келдік шикуартқа. И осы жерде стенка қойып екіге екі атсақ чисто кендер алып деп нормально атыс көреміз ба деп жатыр едік. Кішкене сәл атысты көреміз ба деп жатыр едік. Сөйтіп осылай жүріп бараттым. Не болды? Айта бермеші. Короче, шақырдым стенка атсақ кендер ал дедім. Қорқып тұрмағанlar, білмеймін, келмейді. Одан кейін бүйтіп жүріп бара жатырмын. Алыстан стенка көрдім. Сендер де көрген шығарсыңдар. Стенканы көрдім. АФК деп ойладым. Сөйтіп осы жерде жүгіріп бара жатырмын. Штан Ангеланың басын көрдім. Сөйтіп ол да атып қояды. Бір-екі рет картадан көрдім. Бардым, шақырдым. Стенка атсамыз дедім. Сөйтіп мына жерден тесіктен өтем ба дегенім өте алмадым. Одан кейін бардым да басын атам ба деп едім. Денесіне зажимать етті. Ол вообще зажимать етті. АВМ атты да и зажимать етті. Шығып кетейік деп отырып тұрып жатсам, жаныма келіп алып АВМ тық етіп бір оқ атты да жатқызды мені. Молодец, красавчик, топсың сен просто. Зажимщик еще. Қараңдар, еще стенкамен мені жауып кетіп жатыр. Макоға айттым, ананы айырып тасташы давай дедім. Сөйтіп Маконың жыны шығып тұрды да прям басына қадап тастай салды. Ананы көресіңдер. Мен қадап тастады. Добить ет давай Мако дедім. Добить ет дедім. Тоқтамай добить етті. Мені басына беріп тастады М5-пен. Содан соң осы анау штан Ангела Макоға өзінше болып айырып тастаймын деп барып жатыр еді. Маконың жыны шығып зажимать етіп басына беріп прям өлтіріп тастады. Екеуін өлтіріп тастады ғой Мако. Мако топ деп комментарий жазыңдар. Одан кейін осы жерге келдік. Бізде уже 3-4. Уже менде жыным шықты. Маконың да жыны шықты. Басына беруге тырыстым. М40 алдым. Олар да М40 алды. Зажимать ете бастады. Зажимать еттім. Мен басына беріп жедім. 30-35 бердім. Одан кейін анаусына басына бердім. 30-35 бердім. Ол АВМ-мен атты. Мен АВМ-мен атқанымды көрді. Анау штан Ангела рашқа келіп жатты. Маған тіке келіп жатты. Көрдім оны. Макоға жүгірдім. Маконың арқасынан кетіп бара жатады. Басына 36-35 бердім. Құлады. Добить етілді. Мені қарады. Мен топпын. Осылай лутать етіп алдық та. Енді біз айырамыз деп ойнаймыз деп 4-4 деп былай жүгіріп келе жаттым. Маконың жыны шықты да, жыны шығып степной аролмен ана дыңқ етіп құлады. Көрген шығарсыңдар, метка бойынша дыңқ етіп құлады. Қараңдар, мен степной арол деп шықты. Одан кейін ананы өлтірек деп М40-пен прям зажимать етейін дедім. Өйткені олар да зажимать ете бастады. Өзінше степной аролмен атып қояды бір-екі рет. Атамайды да еще аталамайды. Короче, бұл бала трешерден 400 000 теңгеге штан Ангел аған бала. Сендер алатын беріңдер, комментарий жазып кетіңдер. Осылай қашып барады. Мен зажимать еткім келді. Осылай стенка қойдым, күтіп алатын көрдім. 2 тычка бердім, өлмеді. Қыпсаз екен білдім, зажимать еткім келді. Ол қашып баратқан көрдім. М40-ды оқтап тұрымда тық-тық аттым. 15-16 бердім, өліп қалды. И жаттым, осылай тұрдым. Қарап тұрдым. Осылай кеттік. Фабрикада біз жестко атысты көреміз ба деп жатыр едік. Олар да зажимать етті. Мен де зажимать еткім келді. Олар бірге бір атсамыз деп ойладым да. Сөйтсем 2-2 екен. Шақырып атқанға 2-2 атсама деп ойладым. Короче, стенканы атысып шақырып атырмын ғой, бірге бір атсаңыз деп. Мако айтты 2-2 атса берейік деді. Олар да зажимать етіп отыр ғой АВМ деді. Мако да АВМ алады.
Биз игімді өзінше хедшот беретін адам сияқты тұрмыз. 64 беріп алсын берекет. Арқадан шылаған келі уже кеп жатыр айналып. Крыса ёбар бля. Макон жатқыз қойды, мен атам бабасына берем бай деп жатырмын. Мына жақтан уже мынау келіп қалды. И бұл раш етіп жатқан көрдім. Стенка қойып қаштым. Осылай күтіп алдым. Басына берем бай дегенім тимей қалды. Еще упорда істеп мына айналып келіп жатқанын көрдім. Ортадан өтті. Оғым тимей қалды. Бір тычка бердім. Оны көрдім. Ол маған не қылғысы келді. Раш еткісі келді. Мен оны күтіп тұрдым. Тупо М40-ма зажимать еттім. Добить ету керек болды. Добить еттім. Екіншісі жүгіріп келе жатты. Қаштым. Ар жақта күтіп тұр екен. Емделу бір рет 30 аттым. Емделдім. Ол маған раш етіп еще қара мансовый еткенімді атамай қалдым. Мен мансовый жаман етеді екен. Алдыма. Менде еще DPI өзгертпей атыстым ғой. Оқтарым тимей кетті да, сондықтан. Тимеді. Ана жақтан кіре ма деген, мына жақтан келіп қалды. Еще ол да мен зажимать стенкамды аламай кеттім. Зонадан 50 хп желдім. 22 хп қалды. Атып үлгере алмады. Стенка қойдым, тағы да қойдым. Осы жерде менде сообщение келіп қалды ма, бірдеңе болып қалды. Телефоным қатты да арқадан тупо атып кетті. И осы жерде біз жестко айырдық десем де болады демеймін. Короче, айырдық па? Қараңдаршы. Өздерің қараңдаршы, только өздерің. Маку осы жерде басына бір жеті қараңдар. Тып. Жаман кетті, встреча болу деп шықты, көрдіңдер ғой. И ананың біреуі қалған көрдік. Смело раш етем деп ойладым. Сөйтіп мен бара жаттым. Мен ар жақтан тығылып қалады деп ойламадым. Короче, бара жатсам, ол мені тығылып жатыр екен. Бүйтіп айналып бардым. Арқасына айналдым. Сөйтіп алдымнан шықты. Менде сообщение келіп қалды. Міне қараңдар. Осы жерде сообщение келіп қалды. Стенка қойып кеттім. То есть пинг болып қалды. И сообщение келді өзім. И уже мына жақта жүр ғой. Көрдіңдер ма, уже мына жақта жүр. Одан кейін мен өліп қалдым. Пәсінде тығылып қалған соң. Макоға айыр давай дегенім, Мако стенка қоймай атсады. Барды да Макода тупо өлді. Өлдің ғой, Мако қойшы. Айттым. И біздер достар, короче, ұттық деп айта алмайын, 7-6 есебімен ұтылдық. Бірақ достар, біздер ұтылмайтын едік. Ақыры смоки граната атып жүрді, сосын екеумізде бір граната жарылып қалды, төбемізді атты, прям шам милда едік. Сонымен 7-6 есебімен ұтылып қалдық. Видеоға түсірілмей қалды, менде память толып қалды. Осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, арна жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келли. Давайте, аман саулықта жүздескенше. Сау болыңдар.